Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық етін қаймақты соуста пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бар болған 30 минутта дайын болатын тағам. Ең алдымен тапамызды қыздырып, майымызды құйып, тауық етін салатын боламыз. Содан соң осылай кішкене араластырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Және де бізге бір пияз қажет. Осылай ұзыншалап, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Осылай етіміздің суы шығып, өте дәмді болады. Енді бізге қаймақ қажет. Қаймаққа су құямыз. Өзіңізге ұнаған қаймақты қолдана бересіздер. Және де кішкене қара бұрыш саламыз. Және де тұз. Осылай барлығын салып, дәмін келтіретін боламыз. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Біздің қаймағымыз жақсылап еріп, араласуы қажет. Бізде сұйық масса шығуы қажет, сонда әдемі болып шығады. Осылай асықпай вилкамен немесе венчикпен араластырып аласыздар. Енді бір ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде комочек болып қалмауы қажет. Біздің тауық аяқтарымыз, пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді осы қаймақты соусымызды құятын боламыз. Ұн қоссаңыздар, осы қою әдемі болып шығады. Міндетті түрде қосыңыздар. Осылай кішкене ғана араластырып аласыздар. Енді баяу отта бетін жауып, асықпай 30 минут пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Арасында осылай кішкене тамақты өзгеше қылып дайындап көріңіздер. Енді гарнирге күріш дайындайтын боламыз. Сары майды немесе пісте майды құятын боламыз. Мен сары майды ертіп алдым, сонда өте дәмді болып шығады. Күрішті осылай міндетті түрде жақсылап қуырып алсаңыздар, 1-2 минут ешқандай езілмей, дана-дана өте әдемі болып шығады. Осылай толықты араластырып, жақсылап қуырып аласыздар. Енді күріш батып тұратындай суымызды құятын боламыз. Енді кішкене тұзымызды саламыз. Бетін жауып пісіретін боламыз. Біздің күрішіміз осылай дана-дана езілмей әдемі болып пісті. Біздің соусымыз да дайын. Енді күрішімізді осылай пиалайға немесе одан да үлкен ыдысқа салып, жақсылап осылай мыжып дайындап алатын боламыз. Тарелкамызға саламыз. Қасына осылай подливамыз құятын боламыз. Тамағымыз пісті. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Менің каналымда күнделікті жаңа рецептер шығатын болады. Осылай бетіне аскөгіңізді сеуіп ұсына бересіздер. Тамағымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Баршаларыңызға ас болсын.